Саламатсыздар ма, қадірменді оқырмандарым? Бүгін сіздерге Сәбит Мұқановтың «Алтын аймақ» деген кітабынан балуан шолақ туралы аңыз әңгімені оқып бермекпін. Балуан шолақ: бұл күнде 49-да менің жасым, қамалдың бұзар кезім тау мен тасын. Кешегі сентябрьдің базарында көтердім 51 пұт кірдің тасын. Жиылып орыс қазақ таң қалысты, болды деп қаһарманнан мынау басым. Залог сап 75 сом күрескенде, сындырдым корон балуан қабырғасын. Алып анадан туады. Ол ауылдың қыстауы Қайрақты көлінің жағасында, қалың орманның арасында еді. Қабағына қайғының бұлты оралып, кеудесін кернеген шерді күркіреген күндей оқылумен жеңілткісі кеп, көз жасы бұлақтай саулаған ауылды еліктегендей, я қайғысына ортақтасқандай. Сол күні күздің қара сұрғылт бұлты нөсерлей жауды, жел ышқына соқты. Болыңдар, жөнеңдер тез, жоғалыңдар деп ат үстінен айдаһардай ысқырған полицейский урядниктің сілтеген қамшысы бұлттан жарқыраған найзағайдай ирелеңдеп талайдың арқасын тіліп түсті. Қасқыр талаған қойдай қызыл жөн болған ауыл адамдары басқа паналар жер жоқтай полицейский сабап айдап шыққан қораларына ығысып қайта-қайта тығыла берді. Өрт, деді урядник ауылды қоныстан қуып шығара алмаған соң. Лезде ауылдың әр жерінен қою қара түтінге бөленген қара күрең жалын жарқ етті. Өрт еріксіз айдап шыққан ауылдың аузындағы жалыннан да ыстық жалғыз сөз: қайран қоныс, хош бол. Бұл бейқам отырған ауыл еді. Өткен жазда болған болыс сайлауында сол ауылдың біреуі болыстыққа таласқан Тоқсанбайдың Сыздығы деген байға қарсы шыққан. Бірақ Сыздық выборныйларды ақшамен сатып алып, сайлаушыға да пара беріп, болыстыққа сайланған. Қолына мөр тиіп, әкімшілік тізгінін ұстағаннан кейін ол өзіне қарсы ауылдардың берекесін кетіруді ең бірінші міндетім деп санаған. Сол жылы переселен управлениясы ішкі Ресейдің қалаларынан көшірілетін переселендерге жер сұрағанда, Сыздық болыс кектенген ауылдарының ішіне қосып, осы ауылдың да жерін ұсынған. Кешікпей землемер кеп жерді өлшеген. Бірақ ауылдың адамдары ол өлшеудің не өлшеу екенін түсінбей, қыстың жабдығын қамдап, бұрынғыша отыра берген. Күз, ауыл шапқан шөбін қорасына үйіп, қар ұшқындап, қысқы үйіне кеп қонғанда, ызғарлы хабар кенеттен сап ете түсті. Көшесіңдер, неге деп сұрады ауыл. 300-400 үй крестьяндар көшіп келеді. Алды келіп те қалды. Бұл жерде енді солар отырады. Біз қайтеміз? Онда біздің жұмыс жоқ. Қайда барсаң онда бар. Қой, олай болмас деп ауыл бейқам отырғанда, арбалы жаяуы аралас шұбырған крестьяндар кеп қалады. Сол күні урядник те келді. Ауылды өртеп көшірді. Міне бар оқиға осы. Күз кешке әзірленбеген ауыл урядниктің жыландай ысылдаған ызғары мен мылқау өрттің лебіне шыдамай, қонысынан қозғалғанмен тез жиналып кете алмады. 5-6 шақырым ғана жерге жылжып, бас-аяғы жиналып ақылдасты. Ал қайда барамыз? Қайдан білейік қайда барарымызды? Патшаға дейін іздену керек, деді біреу. Мынаның былшылдап жоқты айтқаны несі? Деді екінші біреу ашуланып. Пәлен 1000 шақырым Кеттрампырға барып, патшаға арыз берем деп жүргенде, мына еңкейген кәрі мен еңбектеген жас қырылып қалмай ма? Әуелі оларға баспана табайық та, қайда арыз беруді содан кейін ойланармыз. Ол дұрыс, деді біреулер. Бірақ бос тұрған қоныс ешқайда жоқ. 20 шақты үйміз. Қайда сыямыз?
маңай ел ғой, жұбымызды жазбаймыз деуге болмас. Атқа мініп ауылдарды аралап, биыл қысша баспана іздеп бытырап орналасайық. Осыдан басқа амал жоқ. Қатын қалаш, бала шаға қалың қарағайдың арасына тіккен күркелерді де қалды да еркек атаулы атқа мініп маңайдағы ауылдарды аралап кетті. Еркек кіндіктен ауылда қалған жалғыз Баймырза. Сен неге жүрмейсің деген сөзге оның берген жауабы: балам жоқ, соны іздеймін. Қай балаң? Нұрмағамбет. Ол қайда еді? Тай үйретем деп таңертең кетіп еді. Содан тайы да өзі де жоқ. Астындағы асау тай бір жерде өлтіріп кетпесе не қылсын? Ертерек неге айтпадың? Ел боп іздесетін. Оған урядник болды ма? Есті жаңа жинап отырған жоқпыз ба? Баймырза да жалғыз тайдан басқа жылқы болмайтын еді. Одан басқа көлігі жалғыз қоңыр шолақ өгіз. Қатын, деді ол, әйелі Қалампырға жұрт кеткен соң. Әлгі өгіз қайда екен? Мініп баланы байқайын. Тай жығып өлтіріп кетті ме әлде? Аман болса жарар еді. Күні бойы мінген өгіз әлгінде ағытқаннан кейін отқа кетіп еді. Ұзаса керек, маңайда көзге шалынбайды. Баймырза өгізді тауып алып келді. Суарған жоқ па ең? Бар болғыр, деді Қалампыр өгізді көріп. Бүйірі ішіне кіріп кетіпті ғой. Бар суар. Жаңбырда өгіз су іздей ме? Сода сөз бе? Бар суарып кел. Ауылдың көлік ағытқан жері өткен жыл мекенін переселенге өлшеп, үйлерін көктемде көшірген ауылдың жұрты еді. Сол жұрттағы қалың бұйра талдың арасында құдық барын Баймырза біледі. Ол қарына шелек іліп, өгізін жетектеп жөнелді. Бұл кезде жаңбыр толастап, бұлт бытырай бастады. Бірақ желдің екпіні әрі күшті, әрі суық. Күннің батып бара жатқан белгісін батыстың жиегіндегі қызыл күрең бұлт білдіріп тұр. Тал арасындағы құдықтың жиегі опырылған. Айналасы дөңес сары балшық екен. Баймырза шелекке таққан жібін қолынан сусыта бергенде, тереңдегі сасықтау сары судың иісін сезіп, шөлдеген өгіз де мұрнын шүйіріп төмен еңкейді. Су толған шелекті Баймырза жоғары көтеріп еді, иығына біреу қаққан сияқтанды. Қараса саз балшықтан сырғанап, өгізі құдыққа құлап барады. Сасып қалған Баймырза шелектің жібін табанымен баса қойып, өгізді мүйізінен ұстай алды. Сырғанаған өгізді ол қайдан тоқтата алсын? Өгіз күп беріп құдыққа түсті де кетті. Өгіздің екпіні Баймырзаның өзін де алып кете жаздады. Сонда да тірі жан өгізі құдыққа құлай бергенде ол жанталасты. Құдық белуардан шүпілдеген су. Басы төмен түскен өгіз табан аузында тұншығады. Жалғыз өгіз, ол өлсе қайтпек. Жан дәрмен Баймырза өгіздің мүйізіне байланған кендір жіптен мықшия тартып, тұмсығымен құлаған судан жоғары шығарды. Дес бергенде жуан қара тал құдықтың жарына төне біткен екен. Өгіздің әрі суланып, әрі сазданып, сусыған мүйіз жібін Баймырза жанталасып жүріп талға іліктірді де сірестіріп байлады. Өгіздің басы судан шығып тұрды. Одан жоғары тартуға күші жоқ. Айла амалы құрыған Баймырза «Қалампыр, Қалампыр!» деп бақыра берді. Бұл дауыс құлағына шалынған Қалампырдың жүрегі дірілдей қалды. Нұржаным жамандыққа ұшыраған болар ма деп сескенді ол. Осы ой тұла бойын түршіктірген Қалампыр дауысқа қарай жүгірді. Оған ере ауылдан бірнеше әйелдер, балалар жүгірді. Қалампырдың Баймырзаға ең қатты айтатын сөзі «бар болғыр» еді. «Бар бол, сен бар болғыр» деді ол, айқайдың мәнісін есітіп. «Зәремді алдың ғой, былай тұр». Былай тұрдың мәнісіне түсінбей, шошқа сақалын шошайтып,
Кішірек көзін сығырайтып Баймырза Қалампырға қараған кезде Қалампырдың қолы өгіздің мүйіз жібіне тиді. Құдыққа еңкейіңкіреп жіпті қолын соза ұстаған Қалампыр «Хауп!» деп денесін жаза тартты. Сол кезде өгіздің мүйізі қолға ілігер жерге кеп қалды. «Ора жіптің ұшын аяғыма» деді Қалампыр Баймырзаға. «Неге? Нең бар неге де? Ора деймін тез». Түсінбеген Баймырза шұбалған жіптің артығын Қалампырдың жіліншігіне орағанда сусымасын дегендей ұшын Қалампыр табанына басты. Содан кейін жіптен қолын босатты да тағы еңкейе түсіп өгіздің екі мүйізінен ұстап құдықтан суырып алды. Қарулы қатын деген сөз Қалампыр туралы халыққа алда-қашан тараған еді. Баймырзаның ағаш үй қиятын қол өнері болатын. Сонда жәрдемдескен Қалампыр қолы жететін жерге жуан бөренелерді көтеріп әпере беретін. Оған да жұрт сүйсініп қайран қалатын еді. Ал мына құнан өгізді құдықтан шығаруы жұртты тіпті тамаша қалдырды. Әрі таңдана, әрі разы боп, құдықты қоршаған жұртқа Қалампыр масаттанғандай айнала қарап еді. Көптің арасында Нұрмағамбеттің де басы көрінді. «Қалқам» деді қуанып кеткен Қалампыр. «Қайда болдың, сәулем? Келші бері, зәрем кетті ғой сені жоғалтып». Сары сұр, қыр мұрын, өткір қара көзді бала қолын созған Қалампырға келе қоймай сазарып тұрып алды. «Бар, деді қоршаған қатындар итермелеп еді. Бала тұнжырап кейін шегінді. «Қаршадай боп мықтысын қарашы» деді қатындар. «Жап-жас басынан зілдей ғой мынау, қаққан қазықтай орнынан қозғалмайды. Алып анадан туады, ат биеден туады деген қайда» деді бір қартаң әйел. «Су мұрынға тартса қаймыжықтай біреу болар еді. Кескін кейпін денесін көрмеймісің? Аумаған келін, тек тіл аузымыз тасқа». Қалампыр көтерген 14 құрсақтан тірі қалғаны ұзатқан екі қыз Төлебай дейтін ұл және осы Нұрмағамбет еді. Нұрмағамбет Қалампырдың сүт кенжесі, сондықтан ба әлде балалары өліп-өліп өлім сарқытындай болғандықтан ба, әйтеуір Қалампырдың жан тәні Нұрмағамбеттің үстінде. 5 жасына шейін емген Нұрмағамбет міне биыл 11 жасқа шыққанмен әлі күнге шейін кешкі төсекке жатарда бір, таңертең төсектен тұрарда бір, мамасын иіскемесе мауқы басылмайды. Нұрмағамбет көзіне екі елі тайса Қалампыр аңсайды да тұрады. Нұрмағамбеттің екі бетінен құшырлана сүймей Қалампырдың аңсауы еш уақытта басылмайды. Бүгін де солай аңсаған Қалампыр құдық басында шақырғанына келе қоймаған Нұрмағамбетке бұл несі дегендей жақындап еді. Бұрынғыдай апалап бас салудың орнына ол тағы да шегіне түсіп, «Көк күшік қайда?» деді. Қалампыр үндемеді. «Тұрымтай қайда?» деді. Қалампыр үндемеді. «Күйді ме?» деп сұрады бала, даусы қалтырап. «Қап Құдай-ай!» деді Баймырза. Қалампыр тағы да үндемеген соң, «Мана у-шуда есімнен шығып кеткенін көрдің бе? Шошалада қамаулы тұрған көк күшікпен Тұрымтай қала беріпті. Күйіп кетті-ау бейшаралар». Нұрмағамбет еңіреп қоя берді де алақанымен бетін басып жүгіре жөнелді. Жарылғалы тұрған жарадай жұрттың қайғысының аузын Нұрмағамбеттің жылауы тырнап ашқандай болды. «Қайран қоныс, қайран жер» деп үн қосып жылаған жұрттың даусына күңіренген бала да даусын қосты. Кекті бала, 2 бөлім. Жаздай бір байға ағаш үй қиған Баймырза жұмысын бітіріп еңбегіне тай алып ауылына өртенер алдында ғана келген еді. Көпеулеу туған жирен қасқа тайдың денесі кішірек болғанмен екі құлағы тас төбесіне найзадай шаншылған, құйрық жалы үкінің ұлпа қанатындай желпілдеген, үрген қуықтай бұлтиған семіз
төрт аяғы қаққан қазық сияқты тіп-тік сұлу тай екен. Тайды көргенде Нұрмағамбеттің қуанғаны сондай, кішкене денесін кең дүниеге сыйғыза алмады. Біресе екі санын шапалақтап аспанға қарғыды, біресе жата қап жерге домалады. Оның бұлай қуануына бас себеп мынау еді. Өткен жазда осы маңайдағы ауылдар балаларын сүндетке отырғызды. Ондай балаға әкесі арнаулы ат я тай атауға тиісті. Сүндеттер алдында балалар атаған аттарына, тайларына мініп, ауылдарды аралап жарысуға тиісті. Балалар осы дағдымен аттарына, тайларына мініп шықты. Аты, тайы жоқ балалардың ішінде Нұрмағамбет қалды. Өзге жаяу қалған балалар атты тайлы балалардың жарысқанын қызық көріп, соңдарынан шуласып жүгіргенде Нұрмағамбет жыртық киіз үйіне кірді де жер бауырлап жатып алды. Босағада ұршық иірген Қалампыр баласының неге жата қалған себебін сезді де балаға білдірмей көзіне іркілген жасты теріс қарап жаулығымен сүртті. Сыртта Баймырза келді. Ол еркегімсіп Қалампырға ұрысты. Неге жылайсың? Жамандық шақырып, пайғамбардың сүндеті емес пе бұл? Тек Құдай тағала қожаның қолын жеңіл қылсын деп тілесейікші. Атсыз баланы сүндетке отырғызу, балаға өміріңде атсыз өт дегенмен бірдей. Осы оймен ішке қайғысы сыймай жарылғалы отырған Қалампыр Баймырзаға шап ете түсті. Әне көр балаңды, деді ол жасқа булыға сөйлеп. Тоқсанбайдың сарайын қиғанда тоңып өлетіндей тоң алдың. Алдағы жазда Нұржан сүндетке отырады. Тоң алма, тай ал деп ем, тыңдамадың. Балаңның тілеуін кескендей болдың бар болғыр. Жасқа булыққан Қалампыр ар жағын айта алмады. Оның Баймырзаға арнаған ызалы сөздері көзінен жас боп төгілді. Баймырза Нұрмағамбетті зорлықпен сүндетке отыртты. Бірақ ол өзіне ішінен ант етті. Алдағы жаз қолым қырқылып қалмаса, қосымша берсем де ақыма бір тай алармын. Ол осы сертіне жетіп, еңбегінің үстіне байға ақысына қосымша балтасын беріп, жоғарыда аталған жирен қасқа тайды алып келді. Міне сүндет атың қалқам, деді ол, алдынан шыққан баласын бетінен сүйіп. Былтыр жоқ болса, биыл бар. Тек Алла тағала өміріңді ұзақ қып, игілігіңе мінгізсін. Баймырзаның әкесі батырлау болыпты-мыс дейді. Сол әкесінен қалған жалпақ бас тұрманын күмістеткен қалмақы ерді үйіне көптен жылқы бітпегенмен Баймырза тоздырмай сақтап, қасиеттеп төріне іліп қоятын еді. Киесі бар, аруақ соғады деп ол ерге қатын қалаштың қолын тегізбей өзі ғана ұстайтын еді. Жирен қасқа тай босағасына кеп байланған соң қуанышы қойнына сыймаған Нұрмағамбет өлулі ерді үйден алып шықты. Баймырза, қоя тұрсайшы қалқам, тай ешқайда кетпес. Қолқасы аман болса, бойы өсіңкіресін деп еді. Қалампыр Баймырзаға зекіп тастады. Тыйыш отыр әрі, мыңқылдамай. Ол тай жоқта өліп пе ек, бала аман болсын. Міне беріп қалқам, әуелі үлкенірек баланың біреуіне мінгізіп бастықтырып ал, өзің мінем деп құлап қалып жүрме. Сыртта үлкенді кішілі біраз бала тайды қоршап тұр екен. Ересектеу екі балаға құлағынан тұқырта бастырып қойып тайға ерді Нұрмағамбеттің өзі салды. Ау, әткемнің аруағы қолдай көр, қалқамның жасын ұзақ қыла көр, жасаған деп Қалампыр босағадан қарап жылап тұрды. Баймырза да ішінен сол тілеуді тілегенмен сыртқа дыбыс шығармай тайды балаларға ерттесті. Кәне біреуң мініп, бастықтырып беріңдерші, деді ол. Ерттеулі тайды құлағынан ұстап Баймырза балаларға айнала қарағанда Нұрмағамбет қарғып мініп кеп алды. Қалқам, құларсың түс, деді Қалампыр тысқа шығып.
Өзің не айтып тұрсың, апа, деді бала кейіп. Тілеулі тайымды біреуге мінгізетін мен жынды ма? Жібер, әке. Нұрмағамбет тебініп қалғанда тай атып кеп кетті. Баймырза тайдың құлағынан айырылып қалды. Құлағы қолдан босаған тай аспанға қарғағанда ал ұшты бала. Жасаған-ай, сақтай көр, деді қалампыр үрейленіп. Қарғыған тай секіріп жерге түсті. Бала құламады. Тайдың тізгінін қысқарақ ұстап, қамшымен бауырынан тартып қалды. Қамшыдан ышқынды ма, я баланы жыға алмайтынын білді ме, тай енді аспанға секірмей, тура шаба жөнелді. Шапқан тай лезде қалың орманды айналып, көзден ғайып болды. Құлап қалар, не бірдемеге соқтығар деп қорыққан Баймырзаға көрші біреу ат беріп, тай кеткен жөнге шықса, бала ашық далада шоқытып жүр екен. Тай манағыдай емес, бастығып қапты. Кешікпей қайт, балам, көп шапсаң тайың ақсап қалар, деп Баймырза үйіне жөнелді. Ол ауылға келсе, урядник көшірмек боп жатыр екен. Әлекке кездескен Баймырза байтал түгіл бас қайғы дегендей, баланы іздеу түгіл басымен қайғы боп өртенген ауылдан көше қашты. Әкесі қайт дегенмен Нұрмағамбет үйіне тез қайта қоймады. Тайды ол біраздан кейін билеп алды. Әкесінің тайың ақсамасын деген сөзін есіне тұтқан ол, тай еркіне көнген соң шабуды доғарып, тайын кейде аяңдатты, кейде желді. Күн кешкіре болдырып терлеген тайын аяңдатып ауылға келе жатқанда оған өзі дүниедегі ең бақытты адам сияқты көрініп кетті. Оның 7-8 жасынан бері ермегі тұрымтай мен қырғиды баулып, бөдене мен торғай алдыру еді. Бұл кәсіппен шұғылданып, жаяу жүргенде әттең бір тай-ай деп арман ететін еді ол. Сол тай міне енді астында. Жақын ауылдағы бір бай күз қойын қырыққанда Нұрмағамбет бірнеше күн жәрдемдесіп, ақысына қасқыр алатын көкшолақ тазысының бауырын көтерген күшігін алған еді. Күшікті үйіне жаяу көтеріп әкеле жатып, бұл аман болса 5 айда қоянға қосуға жарайды. Келесі жылы үйінен шығады. Содан кейін қасқырға да қосылады. Сонда жаяу қалай қосам деп өкінетін еді ол. Міне енді сол тай астында. Ат бар, құс бар, ит бар, менен бақытты кім бар деп қорытты ойын Нұрмағамбет. Жел оның алдынан еді. Мұрнына өрт иісі келген ол қалың қарағайдың арасынан жоғары қарап еді. Қою қара түтін аспанға будақтала көтеріліп, бұлтқа ұштасып тұр екен. Өрт шығады деген күдігі жоқ ол, күлін сабынға алуға жаққан алабота болар деп ойлады ішінен. Сол кезде жел қатайып, алдынан жаңбыр келе жатқанын көрген бала ауылға тез жетейін деп тайын тебінді. Шаршаған тай жортып кете қоймай, тақымын да бұлтаңдай берді. Жаңбыр да жетті. Жылдам жүрмеуіне ренжігенмен әлі қылауы түспеген, қызығы басылмаған тайды ол сабамады. Өртенген ауылды көргенде баланың зәресі ұшып кетті. Теп-тегіс жанып жатқан ауыл, бірақ жан да мал да жоқ. Ауыл тып-типыл. Күйген қоралардың, үйлердің қабырғалары, төбелері опырыла құлап жатыр. Әлгіде қатты құйған жаңбыр қазір бәсеңдеу, бірақ өрт сөнер емес, қайта май құйғандай өршелене береді. Бұл не? Қорқудан ба, қою қара түтіннен бе? Баланың тынысы тарылып, өкпесі алқымына тығылды. Алқынған ол тайы өрттен үрке берген соң от бармауды деген бір ағашқа байлады да өзі жаяу жүгіріп үйіне барды. Онда да адам жоқ. Ол әкесі мен шешесін шақырып айқай салды. Ешкім дыбыс бермейді. Бұлар қайда? Тілдері жалақтаған жалынға қарап, Нұрмағамбет аңырап тұрғанда шошаланың күйін жатқан төбесі жалп етіп ішіне құлады. Баланың есіне көк күшік пен көк тұрымтай түсті. Күшігі мен тұрымтайына жаны ашыған оның отқа түсе қалғысы келді.
ұмтыла түсті де тоқтай қалды. Ондағы ойы, ауыл да үй де өрттен қашқан шығар. Апам мен әкем Күшік пен Тұрымтайды неғып тастап кетті екен, қой тастамас. Осы оймен тез ауылын табуға тайына қарай жүгіріп келе жатыр еді. Алдынан шоқытып салт адам шыға келді де бұны көріп тоқтай қалды. Қазақ тілін білетін таныс орыс фельдшері Бәске. Бала еңіреп қоя берді. Фельдшер баланы уата алмады. Әй залым патшай, иттің ғана баласай, халықты осылай зарлатып қойған, деді фельдшер баланы құшақтап тұрып. Кім дедің ағатай күйдірген деп сұрады бала жылап. Патша, қайдағы патша? Барлық елді билейтін патша. Біз оның несін алдық күйдіретін? Ер жетіп есіңді білгенде айтармын оны балам. Әзір жассың ғой, нені ұғасың? Ауылың да үйің де қайың шоқта түнеп жатыр. Тез бар, үйің жоқтап отырған. Бүжір тайыңа мінгізіп жіберейін. Буының әрең басқан баланы фельдшер қолтықтап әкеп, тайына мінгізіп, тайын жетектеп жолға салып, өзі жөніне кетті. Күшігім мен Тұрымтайымды сұрамаған әкем Бәскеден деп өкінді бала. Күшік пен Тұрымтайдан кейін баланың басын әурелеген ой патша. Патшаға ауылдың не жазығы барын ол ойлап таба алмады. Ол патша деген сөзді еститін еді де, бірақ елді билейді деген жалпы лақап болмаса, оның қайда тұратынын, не істейтінін білмейтін еді. Міне енді сол патшаны әлгі фельдшер өрт салушы деп кетті. Соған қарағанда деп ойлады бала, патша осы маңайда болу керек қой. Егер деп кіжіңді бала, күйдіруі рас болса, Күшігім мен Тұрымтайым күйсе, сол патшаның Күшік пен Тұрымтайдай үйтпесем, жер үстінде топырақ басып жүрмеймін. Нұрмағамбет атым құрысын.